Жұмыртқа шекер балы бар, қуат сыйлар нәрі бар. Сізде жасап көріңіз бал бармақты арулар. Алдарыңызда әйгілі қара ала бауырсақ. Бұл тағамды біз қол жетімді ингредиенттерден және аспаздыққа дым екемі жоқ адамдардың да қолынан келетіндей етіп көрсетіп түсіруге тырыстық. Ал бастайық. Ол үшін бізге жұмыртқа, қасықтың ұшымен қопсытқыш, 2 кесе ұн, жарты кесе қалаған майыңыз. Бізде балқытылған сары май. Араластырамыз. Кесенің 3-тен 1 бөлігімен тұз қосылған су, қамырымызды барынша қатты қылып илеуге тырысамыз. Жақсылап илеп болған соң 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды 3-ке бөлеміз. Домалақ пішін береміз. 2 бөлігін оқтаумен жазамыз. Ал 3-шісін қоя тұрамыз. Илеуге ыңғайлы ыдысқа 2 қасық қант саламыз. Және бал саламыз. Ал оның ішіне қамырымыздың 3-ші бөлігін салып, жақсылап илейміз. Илеп болған соң, 3-ші тәтті бөлікті оқтаумен жазамыз. Көріп тұрғандай 3 жайманы үсті-үстіне қоямыз. 1-ші және 2-ші бөліктің ортасына 3-ші қант пен бал араласқан бөлігімізді қоямыз. Үшеуін біріктіру үшін оқтаумен қайта бір жүріп шығамыз. Ал енді ең қызығы, болашақ қара ала бауырсағымызға пішін береміз.
Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды саламыз. Бауырсақтарымыз майда бату керек. Және біркелкі сарғыш түске дейін қуырамыз. Араластырып тұрамыз. Байқаңыз, майыңыз жалындап кетпесін. Тадам! Дайын! Дәмді, сүйікті, қарапайым істелінетін, арзан, қолжетімді қоспалардан жасалған тағамымыз дайын болды. Каналға жазылыңыздар, сіздермен бірге болған әртүрлі жаңалықтар каналы.